сауаттылық, қоғам қауіпсіздігі. Мақсаты: саяси, әлеуметтік, экономикалық дамуда діни идеологияның ұлт, қоғам өмірінде әртүрлі қызмет атқарып отырғандығын, соның ішінде біздің жастарымыздың қазіргі өмірге, дінге деген көзқарасын нақтылап, жастар мәселесімен тікелей айналысатын, бей-жай қалмайтын тұлғалардың басын қосып, жастарымызды діни экстремизмнің арбауынан сақтау, бойларына имандылық дарыту, дін атын жамылған экстремистік идеологияның таралуына жол бермеу. Деструктивті діни ағымдар туралы ұғым. Деструктивті жүйелі ұйымдастыру арқылы қарым-қатынасты белгілі бір бағытта тәуелдендіре отырып, қиратып, таптап, жоқ қылу. Экстремизм латын тілінен шыққан сөз, шеттеу деген ұғымды білдіреді. Яғни орталықтан ауытқу, тәртіпке бағынбау, өз пікірімен ғана іс-әрекет жасаушы деген ұғымдарды білдіреді. Бір сөзбен айтқанда, тек қана менің пікірім дұрыс, өзгенікі бұрыс. Діни экстремистік топқа кірген адамның алғашқы белгілері: өзгелерді көре алмау, түсінбеу, басқалардың пікірін тыңдамау, түсінгісі келмеу, өзін кіршіксіз таза санап, басқаны адасушыларға жатқызу, оқшаулану, өзімен өзі болу. Жалған ағымдардың мақсаты: бірінші, саяси мақсатта Қазақстанның діни негізіне соққы беру арқылы мемлекетті әлсірету. Екінші, діни сектанттықты пайдалану арқылы билікке мықты потенциалды саяси қысым көрсету. Үшінші, әртүрлі мемлекеттердің шенеуніктерінің үстінен деструктивті діни ұйымдардың жетекшілерінің күші арқылы бақылау орнату, пара беру, шантаж, алдау, санаға бақылау орнату арқылы, халықтың арасына іріткі салу арқылы мемлекеттің тұтастығын бұзу, елдің байлығын талан-таражға салу. Мемлекетіміздің болашағы жастар. Колледж студенттерінің тәрбиешісі Мешітбаева Эльмира Тұрсынқызы. Жастар қоғамымыздың қозғаушы күші. Болашағын бағамдайтын мемлекет жастарымыздың санасының ояу, білімінің жоғарғы деңгейде болуына мән береді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстанның болашағы жастар, сіздер оларға қандай білім тәрбие берсеңіздер, Қазақстан сол деңгейде болады деген. Еліміздің болашағы жастардың еңбекқорлығы, талап тілегі, арман мұратына байланысты. Дегенмен еліміздегі кейбір жастарымыз теріс діни ағымға еріп, өз саналарын көз алдымызда улауда. Мемлекет жастарымызды теріс діни ағымдардан қорғау үшін интернет желілеріндегі теріс діни ағымдағы идеологияларға шектеулер қоюда. Дегенмен мүлдем жоя алмайтыны да белгілі. Сол себептен жастар интернет желілерін талғаммен пайдалану қажет. Жастардың рухани құндылықтарын дамытуда кино саласындағы қойылымдар, театр сахнасындағы көрсетілімдер, газет, журналдар, тәрбиелік мәні зор интернет желілеріндегі парақшалар және рухани танымдылық кештер мен іс-шаралар көптеп өткізілуде. Дін жамылған жалған ағымдар уахабшылар туралы колледждің 2-ші курс студенті, теннис бөлімінің тәрбиеленушісі Шапи Таңшолпан. Жалпы алғанда бұл сәләфилік ағымның қазіргі таңдағы зиянды теріс іс-әрекеттері мынадай теріс сипаттармен ерекшеленеді. Мешіт жамағатынан бөлектеніп, өздерінен басқалармен кем сөйлеседі. Намазды Фатиха сүресінен кейін әминді жария айтады. Парызды иманмен қоса қабат өзі де күбірлеп оқып тұруы арқылы қасындағы жамағаттың құлшылығын ойын бұзады. Имандардың ескертуіне құлақ аспай ерегісіп, әминді дауыс көтеріп айтады. Ханафи мазхабы бойынша әмин тек іштей айтылады. Сыртқы көріністері: шалбарды тобықтан жоғары қайыру мен сақалдарды жөнсіз еркін жіберіп өсіруді басты парыз деп бастарына тахия немесе сәлде кимейді. Өздерін сәләфилеріміз деп атайды. Сахабалардың сәлде, шапан кигені тарихта белгілі. Сонда бұлар қандай сәләфилер? Саналы, білімді болу, өнегелі, өнерлі болу еліміздің өркендеуіне үлес қосу болып саналады. Қазақстан Республикасының болашағы жастардың қолында. Құдайберген Ақсері, колледждің 1-ші курс студенті, ауыр атлетика бөлімі.
біз жастар үлесімізді қосуымыз қажет. Біз болашақта өнегелі, өнерлі, саналы болып өсуіміз қажет. Сол себепті біз Қазақстан Республикасымызға өзіміздің көмегімізді тигізе аламыз. Біз болашақта Қазақстан Республикасының жақсы, маман азаматтар болып өсуіміз қажет. Қазіргі кезде көп діни ағымдар, жаман топтар, жаман үйірмелер пайда болып жатыр. Сол топтарға, сол үйірмелерге түсіп кеткен жастар өз жолдарында дұрыстандап, Қазақстан Республикасының рухани жаңғыруына өз үлесімізді қосуымыз қажет. Біз болашақ Қазақстан Республикасының болашақ айнасымыз. Сол себепті қазірден бастап өзімізді дұрыстап қолға алып, дұрыс мамандықты таңдай біліп, өзімізді дұрыс жолға түсіріп, Қазақстан Республикасын көркеюіне өз үлесімізді қосуымыз қажет. Түрлі діндерден қалай ажыратып алуымыз керек? Бірінші ереже: сізге таныс емес, көшеде кездескен адаммен дін тақырыбындағы диалогқа араласпаңыз. Екінші ереже: егер диалог жалғасып кетсе, оны доғаруын өтініңіз, қызықпаңыз. Бұл қоғамның тарихымен, оның қаншалықты дәрежеде дәстүрлі дін екеніне көзіңізді жеткізіңіз. Осылай ғана сіз таңдау еркіндігіне ие боласыз. Үшінші ереже: бұл діни миссиялар светтік атауларды жамылады. Егер де сізді ағылшын тілінің ақысыз курсына шақырса, бұған сеніп қалмаңыз. Олар жаңа ілімді жаймен оқуға сізді көндіруге тырысады. Төртінші ереже: кейбір деструктивті діни ағымдарда жаңа адамдармен танысқанда қолданатын термин сөздері бар. Осыған дейін сізге осыншама ақылды екеніңізді қалайша ешкім айтпаған? Сізге бұндай қасиет қайдан дарыды? Және тағы басқа. Бесінші ереже: егер сіз қандай да болмасын діни ұйымға қатысқыңыз келсе, ата-анаңызбен, сіз үшін беделі басым адамдармен кеңесуді ұмытпаңыз. Алтыншы ереже: егер сіз дінге бет бұруды қаласаңыз, жалғыз бармаңыз, туыстарыңызды немесе достарыңыздан көмек сұраңыз. Жетінші ереже: миссионерлердің басты мақсаты сізді ұйымға қалай да болса кіргізу. Сондықтан да өте сақ болғаныңыз жөн. Сегізінші ереже: егер басқа конфессия туралы сыни пікірлер айта бастаса, онда бұл деструктивті діни ұйымдардың белгілері болып табылады. Деструктивті діни ұйымдарға тартылудың кері салдары. Деструктивті діни ұйымдардан бас бостандығын алу мүмкіндігі туған жағдайда да көбіне сөз жүзінде шектеліп жатады. Қателесіп, өзге дінге бет бұрған адамдардың қайтадан еркіндікке оралуы неғайбыл құбылыс. Олардың санасы қорқыныш, психологиялық жәбір көру, тіпті өзін-өзі қол жұмсауға дейін әрекеттерге барады. Көп жағдайларда діни ұйымдардан өз бетімен кеткенде, тіпті арнайы мамандар мен жақын адамдарының көмегі бола тұра, ол адам өзін басқа қоғамның адамы ретінде сезінеді. Ол адамдардағы проблемалар төмендегідей сипатта болады. Сана сезімі бұзылады, депрессия, шешім қабылдауға деген тәуелділік, өз еркі мен өмірін бақылаудан айырылуы, алған стресстен көңіл күйдің құлазуы, психологиялық дамудың кешеуілдеуі, әзіл қалжыңға деген сезімді жоғалтуы, немесе еш нәрсені сезінбеу, галлюцинация, естен тану, бағыт-бағдарынан айырылуы, шизофрения және тағы басқа психологиялық жағдайының нашарлауы. Діннен басқа оларда ешкіммен достық қарым-қатынас болмайды. Түнде дұрыс ұйықтамау. Қорытындылай келе айтарымыз, дін мемлекеттің негізін құраушы ең маңызды фактордың бірі болғандықтан, ішкі тұрақтылықтың да кепілі. Еліміздегі ортақ ауызбіршілік, елжандылық, адамды сүю, бейбітшілік пен тыныштық біз ұстанған ислам дінінің басты мұраты. Ал ұлттық қауіпсіздігімізге қатер төндіретін жат ағымдардан бойымызды аулақ ұстап, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелегеннен ұтпасақ, ұтылмасымыз анық. Олай болса, жат ағымның бірлікке емес, бүлікке алып баратын жол екенін ұмытпайық.